Соңғы жылдары көптеген білім беру ұйымдарының 3D модельдерді басып шығаруға арналған 3D баспа құрылғысын қолдануға мүмкіндігі бар. 3D баспа құрылғысы 21 ғасырдың басты жаңалықтарының бірі болып табылады. Сендердің әр қайсыларын 3D баспа құрылғысы туралы естіген боларсыңдар. 3D баспаның көмегімен көлемді заттарды басып шығара алады. Жай қағаз парағын басып шығаратын дәстүрлі баспаларға қарағанда 3D баспа үш өлшемді ақпаратты көрсетуге, белгілі бір физикалық объектілерді жасауға мүмкіндік береді. Суретте көріп отырғандарыңыздай неше түрлі фигураларды жасап алуымызға болады. 3D баспа кез келген геометриялық пішіндегі сандық модельге негізделген қатты үш өлшемді объектілерді жасау процесі. Суретте көрсетілген Prusa i3 MK3 маркалы 3D баспасын бүкіл әлемдегі 3D баспа әуесқойлары жоғары деңгейде бағалайды. 3D баспалары суретті үш өлшемді етіп шығаратын құрылғы болып табылады. 3D баспада басу үшін катушкаға оралған пластикалық жіптерден жасалған суреттегідей шығын материалдарды пайдаланылады. Шығын материалдарының әртүрлі типтері мен қасиеттері болады. 3D баспамен жұмыс жасау принципі келесі алгоритм бойынша жүргізіледі. Филамент жіп баспа қалпақшасына экструдерге түседі. Онда филамент сұйық күйге дейін қызады және экструдер сопылысы арқылы сығылады. Содан кейін қадамдық қозғалтқыштар экструдерді бағыттау үшін тиісті белдіктерді қолданады да бағыттаушы бойымен экструдерді қозғалысқа әкеледі және пластикті платформаға төменнен жоғары қарай қабат-қабат етіп салады. Нәтижесінде өнім қабаты пайда болады. Көптеген баспалар STL кеңейтілімін оқитын болғандықтан дайын объекті кеңейтілімін экспорттау керек. SketchUp Make программасынан STL форматына экспорттау үшін арнайы плагинді жүктеп кеңейтілімді орнату керек. Содан кейін барып SketchUp программасы арқылы 3D баспаға жіберуге болады.